Біз адамдар маска киіп алған мақұлықпыз. Біздің қалтамызда әртүрлі маскалар бар. Тек оны әртүрлі ситуацияларға қарап өзгертіп отырамыз. Мысалға, әкенің баласының алдына киетін маскасы, немесе баланың анасының алдына киетін маскасы, достардың арасында киетін маскасы, қыздың жігіттің алдында, ал жігіттің қыздың алдында киетін маскасы, ұстаздың шәкірт алдындағы, ал шәкірттің ұстаз алдында киетін маскасы, өтірікшінің адалдың алдында киетін, ал адалдың өтірікшінің алдында киетін маскасы, соттың сотталушының алдында киетін маскасы, ал сотталушының жәбірленушінің алдында киетін маскасы, әйелдің күйеуінің алдында, ал күйеуінің әйелінің алдында. Қысқасын айтқанда, адамдардың барлығы бір-бірімен қарым-қатынасқа түсетін кезде міндетті түрде қалтасындағы ситуацияға қарап таңдаған маскасына киетіні анық. Өйткені біз адамдар өзіміздің ситуацияларымызды, оқиғаларымызды, жан айқайымызды шешіп отыру үшін бір жағдаяттарға байланысты маска киіп отыруға мәжбүрміз. Өмір тек маска киюмен, маска арқылы байланыс жасаудан ғана тұрады. Мынаның артында ненің жатқанын бір ғана Құдай біледі. Ал бұл қашан тоқтайды? Бұл бір-ақ күні тоқтайды. Ол сот 99 күні. Сот 99, ұмытпа сен, ақиқат күтіп тұр тереңнен, зілзала сілкінер, жер тітіркенер. Сот 99, бәрін білетіндер. Жалпы менің қаншама жылдардан бері енді осы режиссураға келгелі өзімнің көңілімді жегідей жейтін бір дүниелердің бірі, ол қайта-қайта мен қайталап айта беретін дүниенің бірі, ол адамнан асқан табар жоқ. Шын мәнінде адам ғана барлық жаман нәрселерді жасай алады мына жер бетінде. Негізі жер бетін басып жүрген ең бір керемет жаратылыспыз ғой біз адамдар. Бірақ ең бір сорақы істерді істейтін де ол бізді. Тек адам ғана өзінің баласын сата алады. Тек адам ғана өзінің баласын қоқысқа тастай алады. Тек адам ғана өзінің қызын зорлайды. Тек бірнеше жігіт болып қана әлімжеттік жасап бір қыздарға зорлық-зомбылық көрсетеді. Көшеде кетіп бара жатқан жігітті топырлап адам ғана ұрып өлтіреді. Ұрлық жасайтын да адамдар, сатқындық жасайтын да адамдар, отанын сатып пара алатын да адамдар, ауруханада пара бермесең қарамайтын да адамдар. Құдайдың сый ретінде берген баласын ұрып соққылап өлтіретін де адам, өзінің әкесін тепкілейтін де адам, соққыға жығатын да адам, анасын қарттар үйіне өткізіп тастайтын да адам, өзі кіші бола тұра үлкендерге құрмет көрсете алмайтындар да адамдар, көшені ластап, түкіріп, быт-шытын шығарып қиратып жүргенде жануарлар емес адамдар, перзентханада туылған балаларды суға тұншықтырып өлтіріп, өзінің карьерасын құтқаратын да тек қана адамдар. Қасқырлар, аюлар, иттер, мысықтар дәл осындай нәрселерді жасады дегенді біз ешқашан естімегенбіз және естімейміз де. Мен көрермен залда отырған кезде спектакльді көріп отырып, өзінде бір жағынан көрсе ғой деп ойладым. Сондықтан дәл осы спектакльдің тууына осы бір факторлар маған әсер етті десем. Мен енді Құран хатым жасап отқан күні, бір күні мынандай бір қызықты оқиға болды. Құран хатым жасап отқан, сол Құранның ішінде Зілзала деген сүрені оқыдым. Зілзала деген сүре кездесіп қалды маған. Бұл мен ойлаймын Құдайдың маған берген бір белгісі деп. Сол Зілзала сүресінде жер өзінің қойнауындағын барлығын сыртқа шығарған кезде дейді. Адамдар есеңгіреп, бұл не болып жатыр деп жан-жаққа таң қалып, шапқылап, хаосқа айналған кезде дейді. Адамдардың барлығы жер бетінде жасаған өзінің істері үшін жауап беретін кезде дейді. Осындай мағыналарда Зілзала деген сүре бұл Құранда 99-шы реттіліктегі сүре болып шықты. Осы сүренің мән мазмұны менің мына жаңа спектакльме арқау болды десем болады. Сол сүренің аяттарының негізінде қазіргі қоғамда болып жатқан көптеген келеңсіз жағдайларды біз көркемдік формада сахналап, сахнаға шығаруға тырыстық, соны көрсетуге тырыстық. Спектакльдің негізгі идеясы көрерменге жеткізгісі келген осы да. Яғни біз жасай береміз, тайраңдап жер бетін басып жүре береміз. Біз қазір бір апта қылмыс жасап, жұма күні жұма намазға барып Құдайдан кешірім сұрай саламыз.
біздің ақыл парасатымыз осыған ғана қазір жетіп тұр да. Түптің түбіне келген кезде әрбір жасалып жатқан қадам, әрбір алып жатқан дем үшін біз жауап береді екенбіз. Бұл сот 99 спектаклінің бір қазақ жері мен үшін. Репетицияға келем, артистерге задание берем, белгілі бір номерлерді қойып жатамыз, бірақ бір қызығы осыдан кейін не болатынын білмеймін өзім. Мен репетицияға келе жатам, бірақ қойып жатқан оқиғаның арғы жағы қалай жалғасатынын мен білмеймін. Актерларға келесің, актерлардың көзінде саған деген үлкен сұрақ. Не болады деген, не үшін бұл қойылып жатыр, мына эпизод не үшін деген сияқты. Мен білмеймін, осыны қоя беруіміз керек сияқты, мына бір нәрсені жасай беруіміз керек сияқты деген бір ойлармен ғана шектеліп жүрдім. Бар ойымда қалайша мен спектакльдің формасын ойлап табамын деп басымды қатырдым. Бірақ шынымды айтайын, мен бір эпизодтарды тіпті апталап, 2 апталап аяқ жағы не болатынын білмеген кездерім өте көп болды. Декорация және сахна. Жалпы сахнаны толығымен газеттермен жауып шықтым. Бұл жердегі жатқан ой жаңалықтар ғой. Күнделікті шығатын адамның алдынан кездесіп қалатын жаңалықтар. Докторды бір жарадақтан бір жауымда бір кішкентай қызды үйге апарып тастаймын деп алдап, көшеде зорлап тастап кеткен. Педофилия дегендерді жайлады. Ол неге жайлап кетті де? Бұл спектакльдің бір ерекше формасы, мен сахна үстінде көрерменмен тығыз байланыста отырып сот жүргіздім. Мысалға, қазір қоғамда қандай жағдаяттар болып жатыр? Неге куә болып жатырмыз біз барлығымыз? Мен сотты әлі жазбай тұрып, бұрын мынандай бір ой миымнан шықпайтын да, сахнада сондай бір қойылым қою керек, актерлар сахнада киіну керек. Сахнада киім ауыстыру керек, сахнада жарық жағу керек, сол сахнада кейіпкердің күйінен күйге көшіп отыру керек деген сияқты бір сонда ойлар жүретін менде. Сол ойымды мен ойлаймын осы сот 99-да қолдандым деп. Өткенде біз барлық клоун болып жүрген кейіпкерлеріміз бір мезетте анаға айналып кетеді, әкеге айналып кетеді, балаға, жалпы маған керекті кейіпкерлерге олар трансформация жасап отырды сахнаның үстінде, көрерменнің дәл алдында. Ешқандай кулисаның артына барып, киім ауыстырып, грим ауыстыру деген сияқты дүниелерді алып тастадым барлығын. Сахнада қалай бар, дәл солай көрерменнің алдында тұрып, киімін ауыстырып, бетіндегі краскасын өшіріп, шашын жөндеп деген сияқты күйден күйге көшіп отырды. Бұл актерларға үлкен бір мектеп десем болады да. Өйткені мен ойлаймын, актерларға бұл дүние қатты ұнады. Сахнада трансформация жасау. Осы дүние оларға өздеріне де ұнап отырды, мен оны байқап отырдым, және көрерменге де ол ең басты ұнады. Сол үшін актерлар сахнаға шығып, ойнап жатып, ойын барысында басқа кейіпкерге ауысып кетіп отыруы оларға бір, былайша айтқанда, жаңалық болып отырды. Актерлардың репетицияға деген құлшынысы, олардың осы рөлді шығаруға деген құлшынысы. Және ең бастысы актерлар мысалы менен мынандай сұрақтарды көп қояды. Ағай, енді мен қандай образ ойнаймын? Яғни бір спектакль қойсаң, бір актердің өзінің бір кейіпкері болады ғой, басынан аяғына шейін ойнап шығатын. Ал сотта бір актерім 5, 6, 3, 4 кейіпкерлерді ойнап шығуға мәжбүр болды. Сот номер 99 деген афишаны біз жасап жарнамалай бастағаннан бастап, бізге келетін тұрақты көрермендердің көбісі бұл дүниеге келуге асығып отты, қызығып отты. Өйткені бір ерекшелік бар деп күтті да барлығы. Неге сот 99? Неге 99? Ненің соты? Неге афишада, жарнамада клоундардың суреті тұр? Деген сияқты ойлар көп мазалады. Бұл менің негізгі мақсатым, миссиям осы еді. Көрерменді осы нәрсеге қызықтыру.
Ал екінші мәселе, енді осыны білгеннен кейін мен енді актерларды қамшылай бастадым мүмкін. Так, бізге жаңалық керек, бізге жақсы дүние керек, бізге барлық, енді жастар театры болғаннан кейін жастардың барлық бойындағы жастарға тән қасиетін, қабілетін біз көрсетуіміз керек, ашуымыз керек. Акробатика, би, пластика, ән салу, барлығы, сахнадағы қозғалыстарды барлығы осы жерде іске қосуымыз керек деп мен актерларға талап қойдым. Ақыр соңында осы спектакльді толық бір бүтін қылып жасап шығуымыз өте ауыр процесс болды. Актерлік құрам туралы. Актерлік құрамға келетін болсақ, бұл жерде енді мен өзімнің театрымның негізгі актерлары роль алып жұмыс жасады. Сол Жасұлан Ракишев, Абылайхан Серікбаев, Абдумұрат Медетов, осы үштікке мен негізгі басты рольдегі клоундар деп етін әлемге әйгілі Джокер образы бар. Сол Джокер образын ол балаларға жасауға тырысып, сол образда сахнаға алып шықтық біз. Үш осы жігіт, біріншіден конференцияның рөлін ойнады, екіншіден жүргізушінің рөлін, үшіншіден сот жүргізушілер сотты ойнады. Міне осы үш жігітке бұл спектакль біріншіден үлкен практика болды деп ойлаймын. Себебі бұлар тек қана сахнада тұрып сотты жүргізген жоқ қой бұлар. Солай тұрып басқа кейіпкерлерге де ауысуға тура келіп отырды. Міне сол жағына келгенде біздің осы үш жігітіміз соттың негізгі кейіпкерлеріне айналып кетті деп ойлаймын. Менің бұл үш актердің да пластика жағынан келгенде бір әлсіз деп айтамаймын да, барлығы алып ұшып тұрған жігіттер. Мен ол жағынан аса бір басымдық қатырдым деп айта алмаймын. Бірақ мен басымды бір нәрсеге қатырдым. Бұл үш жігітке келген кезде енді 20-дан асқан жігіттер ғой. Бұл жігіттерге көрерменге тұрып алып сахнада ақыл айту оңай емес та. Қазір көрермен де біреудің ақылын тыңдауға аса бір құлшыныс жоқ деп ойлаймын мен. Ал мен мына жерде 20-дан асқан жігіттерге тұрғызып қойып, сахнада көрерменге ақыл айтқызып, былай жасама, былай істеу керек. Мына нәрсе дұрыс емес, ертең сотталасың, сот 99 болады деген сияқты текстерді айтқызу осыған келгенде өте қатты қиыншылықтар болды. Кім түйірдей жамандық істеген болса, оның жазасын көреді. Бұл сот! Сот номер 99. Жас балдар ғой, өздері қызуқанды, іштері қайнап тұрған жігіттер. Барынша осы жігіттерді кішкене бір ақылдылыққа, парасаттылыққа, сахнадағы бір көздерінің тереңдігіне бір сондай бір көңіл бөлуге барынша тырысып отыр. Бірақ толыққанды жасадық деп айтамаймын осыны. Осы жерде бізде проблемалар болды. Бойларында жастық шақты бәрібір де сахнада көрсетіп қойып отырды көп жағдайда. Мен үнемі айтамын ғой, көрерменді біз алдауымыз қиын да. Сен сырттай Джокердің киімін киіп алып, бетіңді клоунның гриміне жасап алып, астына фондық музыка қойып, көрерменге берілген бір текстті айта аласың. Ол айта бересің, жасай бересің. Бірақ сұрақ, сен өзің оны түсініп тұрсың ба? Сен өзіңді көрерменнің орнына қойсаң, қалай қабылдар едің мына процесті? Сен өзің жалпы зіл-зала сүресін білесің ба жатқа? Сен жалпы Құранның бетін ашқансың ба? Сен жалпы өміріңде қаншама жақсылықтар жасағансың? Қаншама жасалып жатқан жамандықтарды тоқтатқансың, тосқауыл болғансың? Сен қаншалықты осы спектакльде айтып жатқан мәтіндер, идеяларға лайықтысың өзіңде? Актер ретінде менің ұл қыздарымның оны орындап шығуы, ойнап шығуында проблема жоқ. Бірақ проблема ол өзі соны түсінді ме? Мен осы үш жігітке келгенде осы дүниемен қатты арпалыстым. Қазақстанның бір ауылында көшеде ойнап жүрген қызды үйіңе апарып тастаймын деп алдап, өзеннің бойына сорлап, өлтіріп тастап кеткен қылмыскер сотталды. Ал қыз қайда? Әкесін ұрған баласы қызығады, иә? Мен ата-анам бағып қағат, өсірет. Бұл оқиғаға ғылыми да діни де көзбен қарамаңыз. Сонымен, бүгінгі сот отырысын ашық деп жариялаймыз. Жақсылап жайғасып отырыңыздар. Өйткені, бүгінгі сот ұзаққа созылуы мүмкін. Сот номері 99. Міне, сондықтан да бұл спектакльде актерлардың иығында олар ойлағаннан да көп жүктер тұрды. Көке, сен біреуге ақыл айту үшін, сен өзің ол ақылдың мәнін түсініп тұруың керек та. Сен біреуге темекі тартпа деп айту үшін, темекіні не үшін тартпау керек екенін өзің ұғып тұруың керек. Арақ ішпе деп айту үшін де солай.
күнде репетиция келесін, актерлар ойнап жатады. Жасұлан, Абылай, Абдымұрат, бірақ көздерінде, сөздерінде тереңдік жоқ та. Сол өзімнің жас шәкірттерім тек бір образ ойнап тұрғанын байқайсың. Сол үшін мен шәкірттерден осы нәрсені қаттырақ сұрауға тырыстым барынша. Бұл спектакльді ойнамай қояйық ертең, бірақ бұл спектакльге жіберген уақытымыз біздің құр кетпеу керек та. Бізде осы жерде бір кішкене пайда болу керек өзімізге. Құрдан құр ойнай берудің қажет жоқ. Әлемде театр көп, қазақ жерінде не көп театр көп, талантты артистер көп, талантты қыз жігіттер көп. Сұрақ, сен осыған арнап жатқан уақытың тектен текке кетіп жатыр ма? Мәселе осыда. Сол үшін сотты ойнап жатқанда мен балаларға көбінесе осы нәрселер кейінде қаттырақ назар аударуға тырыстым. Бұрын бізге ұстаздарымыз айтушы еді, сенің оразаң Рамазан айы біткеннен кейін басталады. Яғни сен қажылыққа барасың, бірақ сенің нағыз қажылығың ол сен қайтадан еліңе келген кезде басталады дейді. Оның ойланып қарасақ, астарында үлкен ой жатыр. Сен қазір сахнаға шығып, данагөй боп ақылды бір дүние қойдың, көрерменді жылаттың, біреуді тәубеге келтіруі мүмкін. Бірақ сол спектакльден кейін, көшеге шыққаннан кейін сен қайтадан өзіңнің темекіңді ұстап, сыраңды ішіп, көшеде қыздарға тиісіп, анаңа сөз қайтарып, әкеңе қол көтеріп, сабағыңа бармай ұйықтап, үлкенді сыйламай, кішіге ізет көрсетпей жүрсең көшеде, онда оның түкке де пайдасы жоқ. Онда сен актер ғанасың, адам емессің. Сот номер 99. Ойнап болғаннан кейін де соған лайықты болып жүруге тырыс. Жүре алмадың ба, келесі жолы бұл спектакльде сен ойнай алмайсың. Өйткені мен қаламаймын көрерменнің залда отырып. Енді пәленше ғой кеше көшеде осындай бұзақылық жасап жүрген. Өз сахнада қазір ақылды болып тұр ғой деп айтқан. Сахна бұл мен үшін бір көркемдік өнер көрсететін орта емес. Сахна бұл өмір. Бұл руханият. Біз барымыз тастап кетеміз осы жерге. Онда соған лайықты болу. Сіздің текті артистар театр. Спектакльді біз 6 адаммен бастадық. 6 актермен бастадық. 3 қыз, 3 бала. Алғашқы кезеңдерін, процестерін өткіздік. Мен көптеген өзімнің ішімде жатқан ойларымды айтып оларды баптап дайындадым. Бірақ бір күндердің күнде спектакльдің дайындығының ортасына тағы 2 актриса қосылды. Жанерке Тілеубай, Шұғыла Қабылда деген жас шәкірттерім, үлкен сахнаға енді қадам басып келе жатқан қыздар. Мен бұл 8-не образдар бере алдым. Мизансценаларын қойып бердім. Өздеріне лайықты мәтіндерін жазып бердім. Бірақ бір нәрсені жасай алмадым. Бұл 8-нен отбасы шығара алмадым. Белгілі бір спектакльдің актерлық құрамы бұл бір жанұя болу керек қой. Бұл барлығы бір ошақтың қасында отырып шай шалатын, бір ошақтың жанында отырып сырлас алатын, қиналғанда иығына басын қоя алатын отбасы мүшелеріне айналмаса, онда сахнадағы сайқымазақтың барлығы бекер деп ойлаймын. Мен актерларға қандай спектакль қойсам да осы нәрсеге қаттырақ қараңдар деймін. Біз өкінішке орай қазір қоғамда біреудің сөзін көтере алмайтын, біреудің мінезін көтере алмайтын, біреудің тәйттегенін көтере алмайтын, тіпті ауа райы бұзылып кетсе де, жел тұрып жаңбыр жауып кетсе де, көңіл күйіміз бұзылып кететіндей қоғамда жүрміз. Мен театрда жүргенде жастардан осы нәрсені көп байқаймын. Спектакльде барлық ойнап жатады, бірақ олардың арасында рухани байланыс жоқ. Олар бір-бірін құрметтеп сыйлау, осы сәтте бір-бірін желкелеп алып шығу деген дүние келгенде салғырт болып жатады көп жастар. Мен осы балалар талантты, өте супер талантты қыз жігіттерден сотты қоя отырып, мен өте жақсы жанұя жасап шығара алмадым. Өзара реніштер, өкпе, анау былай деп сөйледі, мынау деген былай ескертпей айтты деген сияқты дүниелермен арасында қарым-қатынастар сахнада, репетицияда шығып көрініп тұрды. Ең жаман дүние театрда осы ғой. Ренжіп қалу, кулисаның артына барып жылап алу, еңіреу, өкпелеп қалу, сол өкпелеген мінезді, аураны бүкіл
ұжымға әкеліп жұқтыру, осындай нәрселер тым қатты көбейіп кетті да. Осы нәрселердің кесірінен кейде режиссер ретінде ішінде толғанып жатқан ойларыңды толыққанды шығара алмай қаласың. Осы 8 актерда бәрі бар. Пластика, ән, актерлық өнер бәрі бар. Түр десе түр, бой десе бой. Бірақ бір отбасы, бір жұдырық болуға деген құлшыныс қана болмады. Осы нәрсенің кесірінен мен спектакльдің, мына сот спектакльінің өмір бойы осылай қойыла бермейтініне көзім жетті. Сондықтан осы қойған кезде бұдан кейін қоймайтындай қылып қояйын деген ойда қойдым бұл спектакльді. Себебі мен білдім, мына сеанстан кейін келесі жолы менде жаңа актерлар келетінін. Осы жерде жүрген біраз актерлардың мына спектакльден кейін қайта репетицияға келмейтінін мен көрдім. Оны маған көрсетті. Сол үшін амал жоқ, спектакльді бір реттік қылып қоюға тырыстым. Қандай жиын деп жатыр? Актерлар. Спектакльде жас ұл-қыздарды ойнатты. Мысалға, мектептің балалары Әлшер деген бала, Дана, Айдана деген қыз. Мысалға, спектакльде қосымша кейіпкерлер ретінде пайдаландым. Менің ең қатты қиналғаным актерлармен осы үшеуімен болды. Себебі балалармен жұмыс жасау бұл шын мәнінде үлкен ауыр процесс деп ойлаймын мен. Себебі балалар ойната алмайды, олар ойнатпайды, олар ойнатуды білмейді, өйткені оларда мектеп жоқ. Балалар қалай бар солай көрсетеді болды. Ол балада органика көп та. Мен үлкен актерлардың арасында ансамбль отбасы жасаймай айтқан кезде кіші балаларды да ол нәрсеге дайындауға қауқарым жетпейтінін мен түсіндім. Себебі бізде премьера жақындап қалды. Спектакль толығымен ән, музыка, би, пластикадан тұрды. Жарық. Осы көркемдік эмоциялық әсер ету әдістерін қолданып отырып қойдым спектакльді. Өйткені менде жарық, әртүрлі түстер, билер, қозғалыстар өте көп керек болды. Бұл пластикалық қойылымдардың барлығын, хореографиялық қойылымдардың барлығын әлбетте мен өзімнің тұрақты хореографым, шәкіртім Марал Балтабай жасап шықты. Күнделікті осы дүниемен атсалысып жұмыс жасады, терін төкті, барлық ой білімін, өзінің талантын осы жерге төкті деп ойлаймын. Маралға келетін болсақ, бұл спектакльдегі бір айта кететін дүние, енді бұл қыздың жалпы бұрынақта өзінің биге, қозғалысқа, музыкаға кішкене қабілеті икемі жақсы екенін мен өзім көргенмін Маралдың. Сол үшін бұл қызды жай бұрмалап әкеліп, осы сахнада хореографиялық режиссура, пластикалық режиссураға кішкене сәл бұруға тырыстым, түсіндіруге тырыстым, баптауға. Демек, мен айтам, сахнада маған хореографиялық номер керек емес, концерттік номер. Маған сахнада билеп жатыр ма, ол бір ой айту керек. Қозғалып жатыр ма, ол ой айту керек. Сол үшін әрбір деталь қозғалыстарың сенің бір ой айтып тұрсын деп Маралды баптап келіп, осының алдындағы спектакль арқылы баптап келіп, осы мына қойылымның репетициясында мен сыртынан қарап отырып, мені Құдайға шүкір, еңбегіміз далаға кетпеген екен. Мына қыздан әжептәуір, болашақта үлкен театрдағы жақсы би қоя алатын, жақсы пластикалық шешімдер жасай алатын мықты маман шығатынына мен көзім жетті. Адам өзіне сену керек та, оған бір үміт оты керек. Менің жасап жатқан дүнием біреулерге ұнап жатыр деген бір сондай бір сенім болу керек та. Маралға осы сенімді ұялатуға тырыстым барынша. Міне сені қойып жатқан биің, номерің қандай керемет. Мен осы қалада жалғыз ғана бір хореографпен жұмыс жасайтын болсам, ол әлбетте Семен деген сияқты. Менде бұл әлбетте мен шын ойым, пафос емес, бірақ мен ойлаймын, осы бағыттар балаларды, жастарды өсіруге көп көмектеседі деп ойлаймын. Дәл осы сот 99 қойылымда Маралдың қойған барлық билері, пластикалық номерлері мен тіпті бұрынғыдай бүйтіп қадалып қарамайтын да болдым. Былай жасаймыз, мына жерде мынандай ой тастаймыз деп тастап кетем, айналып келгенде Марал соны менің ойымдағыдай бір 70-80%-ға дайындап қояды. Міне осы нәрсе арқылы мен бұл спектакльде тек қана бір күшті бір жаңалық алып келген жоқпын, мен сонымен қатар бір жақсы бір болашақ маманның шығып келе жатқанына қатты қуанып қалдым.
ұстазы ретінде, режиссер ретінде бір нәрсеге ғана алаңдаймын, уайымдаймын. Осындай талантты ұл қыздарды жақсы қолдарға тапсыру керек та, яғни ертең жақсы режиссерға, жақсы бір мектепке, жақсы ұжымға бару керек. Адам өзінің бойындағы өнерін әртүрлі мақсатта қолдана алады. Пышақтың екі мақсаты бар деген сияқты ғой. Сенің билей алу қабілетіңді сен сан түрлі жолға пайдалануыңа болады. Көшеде билеуге болады, тойда билеуге болады, бір кішігірім отырыстарда билеуге болады, түнгі клубтарда билеуге болады, тек қана үйіңде өз бөлмеңде билеуге болады, үлкен сахналарда, опера балет театрларында билеуге болады, киноларда билеуге болады. Сұрақ, сен қайсысына ақыл парасатың, сана деңгейің қайсысына жетіп тұр? Қайсысы сенің жүрегіңді ләззаттандырып тұр? Мәселе осы. Сол үшін мен осындай қыздардың бойындағы қабілеттері, осындай керемет өнері бір жоғалып, болмашы бір нәрселерге пайдаланылып жүрілмесе деп өзім іштей ойлаймын. Өте жақсы, көңілден шығатындай әсерлі пластикалық қозғалыстар қоюға тырысты, қойып шықты, балалармен жұмыс жасады, маған өзіме ұнады. Енді сол қабілетті ол ары қарап жақсы жерде шыңдау керек деп ойлаймын. Сол сияқты мысалыға кейбір жастарды көресің, керемет ән айтады да. Өте керемет ән айтады. Фестивальдерде, үлкен бір музыкалық драма театр сахналарында, үлкен концерттерде көретіндей деңгейдегі сондай дауыстың иесі. Ол тойға барып, үш қыздың ортасында тұрып ән айтып тұрады. Фонограммамен оның үстіне. Ол да өнер. Мен оны жоққа шығарып жатқан жоқпын, бірақ адамның бойындағы Құдайдың берген өнеріне салғырт қарамау керек та адам. Бұл барынша максималды тұрғыда оны жақсы, үлкен дәрежедегі, ертең атың тарихта қалатындай, ертең сен туралы адамдар ол кім еді деп айтқан кезде, сен туралы жақсы әңгіме айтатындай жерге пайдалану керек деп ойлаймын мен. Билесең де, ән айтсаң да, білмеймін, акробатика жассаң да, жақсы актер болсаң да, мысалға мықты талантты актерлар өкінішке орай әлеуметтік желіде сайқымазақ болып жүр. Боқтап, болмайтын бір нәрселерді айтып, мәз болып жүр. Иә, оның қаралымы көп болуы мүмкін, жазылушылар, оқырманы көп болуы мүмкін, бірақ ол өмірдегі жетістік емес. Мықты актер балалардың сахнаның төрінде жүргенін қалаймын. Киноның, үлкен экрандардың үстінде жүрсе, оларда бір қол жетімсіз болса, көрген кезде біз оларға бір жұлдыз ретінде қарасақ, міне осы өнер деп ойлаймын мен. Сол үшін осы Марал сияқты қыздарымыз, қазіргі Жасұлан, Абылай сияқты ұлдарымыз, Лаура сияқты қыздарымыз ертеңгі күні бір өзінің өнерін басқа бір болмашы жерлерде пайдаланғанын мен өзім жеке басым көргім келеді. Абылайдың дауысы күркірейді, Жасұланның қадамы жүректі тербейді, Абдымұрат сахнанда жырлайды, Маралдың көзі әлемді сөйлейді. Сендер арты театрының үздіктерісіңдер, шексіз өнер әлемінде бізге жол сілтейсіңдер. Сахна сендер үшін. Қасиет Жарылқасынова деген шәкіртім осы спектакльде ең қатты қиналған актрисалардың бірі деп ойлаймын. Міне осы Қасиетке өте қиын болды. Өте ауыр болды. Бұл ауыр болғанда қандай мағынада? Мен көп жағдайда жастар театрында артистеріме кейде амалсыз оның ақылмен әлі түсінбей тұрған бір кейіпкерлерді беріп қалам да. Мәжбүр болып қалам, енді беруге тура келіп тұрады. Балалар оны ойнайды, бірақ көзінен көріп тұрасың, ол емес деп тұрасың. Қасиет мына қызды махаббатпен ойнады, сомнады, бірақ өзінің шама шарқы жеткенге дейін ойнады. Өзің кейде репетицияда қарап отырасың, бір қыздың, жігіттің барлық шабатын жері осы жер ғана деп отырасың. Болды, одан ары қинайтын болсаң, актер өзін жоғалтып алады. Әсіресе жастар өзін жоғалтып алады. Оларға неғұрлым ол нәрсеге терең кеткен сайын, бұл да бір құдық сияқты ғой, ол қайта шығу қиын болып қалады. Сондықтан кейде амал жоқ, жүгенді тартуға тура келеді.
ай болды, мына осы қызым осы жерге дейін ғана жетеді ау, болды, ары қарап бұны қатты қинаудың қажеті жоқ. Негізі оны ары қарап тағы да сүйреу керек, бірақ әлі кәсіби үлкен театр өнерінде әлемде жүрмегеннен кейін тәуекелге баруға қорқасың. Себебі жастар өзін жоғалтып алуы мүмкін ертең. Бір рөлге кіргеннен кейін, ол рөлге баспен кеткеннен кейін болды. Ол өте қиын дүние да, бұл бір ғылым ғой. Сол үшін қасиетті осы рөлді ойнап жатқанда енді білдірмейді ғой, жас қой дегенмен мен сырттай бақылап қарап отырып, осы жерден тоқтату керек сияқты. Осы бар ойнаған деңгейі осы болып тұрсын болды. Ары қарап созбаймыз, тартпаймыз оны. Өте керемет ойнап жатсың, өте жақсы шығып жатыр деп айтылу керек осы жерде деген сияқты оймен тоқтатып отырасың. Бұл барлық актерларға қатысы бар да. Барлық актерлар бұл сол өзінің деңгейі бар, шабатын сол деңгейге дейін алып барасың. Мен спектакльде мынандай құйтырқылыққа да бардым. Қандай құйтырқылық? Мысалыға, мен қойылымның ішінде мына жүрген ұл қыздардың ата-аналарының шынайы дауыстарын пайдаландым. Өздерінің қыздары туралы жағдайын сұрап жатқан, өздерінің ұлдарымен сөйлесіп жатқан аудио жазбаларын алып, мен спектакльге пайдаландым. Қалайсың қызым, балапаным сол? Таурап жүрген жоқсың ба? Еш жерің ауырып жүрген жоқ па? Мені мойындама, бедан жақсы. Қызым, үйге қашан келесің? Біз сені сағындық. Біз саған сенеміз. Сен ешқашанда ештеңеден мойымай, алға қойған мақсатыңа жете бердің. Денсаулығың жақсы ма қызым? Сұқтап қалмай жүрсің бе? Келгеніңді күтіп жүрмін. Менде бәрі дұрыс, уайымдама. Тек өзіңді күт. Біз сені жақсы көреміз. Мен бір аналардың, әкелердің дауыстарын жасай алмағандықтан емес ол. Бәлкім бала өзінің қайда жүрген, өзінің кім екенін түсінсе екен деді. Немен айналысып жүрген, қасында жүрген кім, мына жүрген ұл қыздар оған кім болып келеді. Бұл немен айналысып уақытын мына жерде өткізіп жүр деген нәрселерге жауап алса ғой. Осыны пайдаланғанымды оларға әсер етіп, отбасы болса ғой, бауыр болса ғой, дос болса ғой деген сондай бір әдістер қолдануға тырыстым. Өкінішке орай ол идея мен толыққанды іске асқан жоқ. Ол тек сол бір сәттік қана болды деп ойлаймын. Сол бір сәтте өзінің әкесінің дауысын естігенде қыз жылап қалды, ол көзіне жас алып қалды, бірақ ертең оны ұмытып кетіп жатты. Біздің қазіргі жастардың бойындағы проблема осы да. Біз анау алысқа қарауды білмейміз деп ойлаймын. Біз арман, мақсат дегенмен өмір сүре алмаймыз. Біз тек қана ақша, табыс, айфон, машина, үй, осы деңгейде ғана ойланып қалғанбыз. Не бір талантты ұл қыздар, болашағынан шынымен де үлкен үміт күтіп тұрған ұл қыздар, болмашы өмірдегі проблемалармен сынып, болмашы проблемаларды арқалап жүреді. Оны сахнаға алып шығады, оны көресің, көргеннен кейін ол жерде нәтиже болмайтынын түсінесің. Сот 99-да осы проблемалар менде өте көп болды. Мизансцена қою, би қою, жарық жағу проблемасы ол кейінгі мәселеге көшіп кетті, өкінішке орай. Лаура Сералыға да үлкен әйелдің рөлін бердім. Үлкен әйелдің рөлін кішкентай қыз ойнау қиын. Олар тек актер ретінде ойнайды. Маған ол қанағат емес болып тұрды көп жағдайда. Оған Лаура кінәлі емес. Бұл уақыт өте тәжірибемен келетін дүниеде. Бір сот 99-ды ойнағаннан кейін Лаура Сералы керемет актриса болып кетті деп мен айта алмаймын. Ол керемет актриса болатын қыз, оған сот 99-ның әлі 100-і керек. Бұл біреу ғана. Міне, сондай жағдаяттар өте қиын болды. Актерлардың
өзінің табиғатына сай емес рөлдерді беру. Абылай Серікбай қарияны ойнады. Анау әкесін сабап ұрып атқан бір керемет бір жігіт туралы шықты ғой оқиға. Сол оқиғаны байланыстырып жасадым. Сол оқиғада әкені ойнады. Шалды ойнады. Баласын Абдумұрат Медетов ойнады. Актерлардың бұндай рөлдерді ойнау үшін актерлық кейіпкерді зерттеу процесін қатты жетік меңгеру керек. Спектакльден кейін гүл алып, керемет қошаметке ие болды ол қыздарымыз. Бірақ бұл біздің үлкен бір актерлық деңгейге жеткенімізді аңғартпайды. Өкінішке орай. Бізге көп сатылар керек, көп мектеп керек, көп жол керек. Сондықтан бұл спектакльдің ерекшелігі актерлар үшін осында. Еркебұлан Жолдасов, сот, номер 99. Қорыта келгенде бұл спектакльді ойнау арқылы біздің ол қыздарымыз да, мен де бұл спектакльге қатысы бар барлық адамдар да өзіне үлкен бір сабақ алды деп ойлаймын. Көрермендерге дәл солай жақсы әсер етті деп үміттенемін. Қаншама көрермендерді көріп жылап шығып атқан, қаншама көрермендерді көріп спектакльден кейін жекемізге қаншама хабарламаларды жазып талдап жатқан, пікір жәшігіне қаншама көрермендер өздерінің жақсы пікірлерін қалдырып жатқан. Әлбетте бұның барлығы театрның өсуіне үлкен көмегін тигізеді. Мен қатты қуандым осы спектакльді ақыр жарыққа шығарғанымызға. Себебі біздің кішкене аудиториямыздың өзіне келген көрермен өздеріне үлкен бір ойлар түйіп кетті деп мен толық сеніммен айта аламын. Сахнада балдар ойнап жатқанда көрермендер залында еңкілдеп отырған қаншама үлкен қарияларды да көрдік, жастарды да көрдік. Солардың барлығы осы спектакльден мынау актер былай ойнапты, мынау нашар ойнапты, мынау әлсіз ойнапты емес, осы жердегі айтылып жатқан жалпы ойды өздеріне түйіп кетсе екен деп ойладым. Көп пайызы көрерменнің осына өздеріне түйіп кетті. Мен оған толықтай сенімдімін. Сот 99 спектакль алдағы уақытта міндетті түрде ол қойылады. Бәлкім жаңартылып, кішкене бір трансформацияға ұшырап қойылатын шығар, бірақ ол қойылады. Өйткені Сот 99 сияқты шығармалар көрерменге өте қатты керек деп ойлаймын, әсіресе қазіргі қоғамда. Бұл спектакльге қатысқан ол қыздарға айтарым, әрбір өнер адамының репертуарында қойылым оның бір мүмкіндігі. Әрбір қойылым оған мүмкіндік. Тағы да бір рет өсіп қалуға, тағы да бір рет жаңа образ сомдап қалуға, кешегі жасаған қателікті жөндеп қалуға, ертеңгі күнге үмітпен қарауға мүмкіндік. Әрбір қойылым, Сот 99 қойылымы да біздің осы құл қыздарға үлкен бір мүмкіндік болды деп ойлаймын. Бәлкім ол қыздар бұл спектакльде ертең ойнамайтын шығар қайтадан. Бірақ осы спектакльде алған дәндей кішкене әсері тәрбиелік, моральдық тұрғыдағы оның қоры кеудесіне қонып қалса деп ойлаймын. Ертең ана болады, әке болады, үлкен азамат, азаматша болады, маман болады, тұлғаға айналады, аңызға айналсын. Осы сәтте мына дүниеде жасаған қаншама ерен еңбектер, қаншама насихаттар, өсиеттер осы қыздардың мына жүрегінде, ақылында қалса деп ойлаймын. Өмірлерінде жамандық жасамайтын, біреудің ала жібін аттамайтын, үлкенге құрмет көрсете алатын, кішіге ізет көрсететін, ата-анасының ризашылығын алған, өздерінің ортасында абыройлы мамандығын шын мәнінде жүрегімен сүйетін сондай бір тұлғаларға айналса деп тілеймін. Себебі спектакль бұл жай ғана бір көрсететін дүние болып қалмау керек та. Спектакльдегі көрерменді ғана тәрбиелеу емес қой мақсат. Спектакльде актерларды да соның ішінде жүрген барша адамдар да тәрбиеленсе екен деп ойлаймын. Сот 99 бұл жайдан жай емес. Біз барлығымызда бір үлкен соттың алдына баратынымыз анық. Сондықтан өмірде жүрген кезде қайда бара жатқанымызды, не мақсатта, не істейін деп жатқанымызды түсінсек екен деп. Себебі Сот 99 күні біз барлығына жауап береміз. Бәлкім бұл өмірде біз бір нәрселерден құтылып кететін шығармыз. Пара беру арқылы, таныс арқылы, бір белгілі бір өзіміздің қулығымыздың арқасында құтылып кететін шығармыз. Бірақ Сот 99 күні өкінішке орай біз ештеңеден құтыла алмаймыз. Нағыз әділеттік, нағыз шындық сол жақта болады. Сол үшін құрметті көрермендер, Сот 99 спектаклінің идеологиясына құрметпен қарасақ, өзіміздің өмірімізді лайықты етіп сүрсек дейміз. Біз бәрібір де бетімізде маскамен өмір сүретініміз анық. Бірақ дұрыс маскада киюге болады. Сот 99.
көрерменнен сұрақтар. Өткенде мен парақшама осы спектакльге қатысты сұрақтар болатын болса, маған жекеме жазыңыздар деген, соған бір қатар сұрақтар келген. Мен қазір сол сұрақтарға тез жауап беруге тырысамын. Менде осылай пьеса жазғым келеді, идеям бар, қалай жазуды білмеймін дейді. Негізі мен шынымды айтсам, кейде өзім де білмеймін қалай пьеса жазу керек екенін. Бірақ қатты жазғың келіп жатса, сурет сал, сосын күнделік жаз. Болып жатқан күнделікті оқиғаларды. Сот 99 қойылымын Арыста қоясыз ба? Негізі тек қана Арыста емес, оны Қазақстан көптеген қалаларына апару бір арманым болып жүр өзімнің. Сәл кішкене бұйырмай жүр, бірақ алдағы уақытта міндетті түрде қоямыз. Жалпы бұл қойылымды бүкіл Қазақстанға көрсетсем деген арманым бар. Әкімшіліктен звондағаны рас па? Әкімшіліктен спектакльден кейін маған звондағандар бар. Билет алу үшін звондағандар бар, таныстар. Былай басқа оймен хабарласқандар болған жоқ. Мен қойылымды 2 рет барып көрдім, өте әсерлі. Өзіңізге ең ұнайтын жері қай жер? Жалпы маған бұл қойылымдағы ең ұнайтын сәті ол ең соңындағы Қайырлы түн деген би композициясы. Виктор Цойдың «Спокойная ночь» деген әніне арналған би композициясы. Бұл жерде мен бүкіл сот 99 қойылымын қорытындыларында осы биде барлығы бар соның. Яғни біз ол жерде бір идеясы адамдарға мейлі жата беріңдер, жүре беріңдер, мейлі жасай беріңдер күнделікті сол қылмыстардың істеріңді, бірақ түбі бұлай бола бермейді, жалғаса бермейді деген сияқты ой тастадық. Сол жері өте әсерлі, сол жер маған қатты ұнайды. Сол жердегі қойылған би, актерлардың қарым-қатынасы сол жерге деген, сол жер маған өзіме әсерлі. Кішкентай қызды арқанға орап, қызыл нәрсе жағатын көріністі түсінбедік. Мамам да, мен де түсінбедік. Кішкентай қызды арқанға орап, қызыл нәрсе жағатын жер, ол біз негізі қыздарымызды құрметтемейміз, қадірлемейміз. Біз қыздарымызды ұрамыз, соғамыз, көшеде пышақтаймыз, тепкілейміз, боқтаймыз, ар намысына дейміз. Әлеуметтік желіде апа қарындастарымызды, әйелдерімізді жартылай жалаңаш болып шығуына рұқсат береміз. Бұл да қорлау болып саналады. Көшеде ашық-шашық киіндіріп жүруге де қарсы болмаймыз. Бұл да қыздарға жасалып жатқан қастандық деп айтамын. Сондықтан бұл оқиғада осы нәрселерді көрсеткім келді. Біз нәзіктікті, қыз деген атауды ұғынуымыз керек, түсінуіміз керек. Өкінішке орай біз осы нәрсе келгенде кішкене салғырт қараймыз. Бәрі жақсы, бірақ неге Шерзат туралы көрініс болмады? Нұрай туралы қосу керек деп ойлаймын. Өте жақсы идея. Енді мен спектакльдің сахнасының барлығын, қабырғасын толық газетпен көмкеріп тастадым. Бұл осыған жауап деп ойлаймын. Себебі менің айтқым келген бұл нәрселер бітпейді ешқашан. Бұл тоқтамайды, бұл жалғаса береді. Және біз оның барлығын айтып, оның барлығын жеткізіп үлгермейміз. Бұл өте көп, тым көп тосылмайды деген ойда. Сондықтан, Нұрайды қосуға болады, Шерзатты қосуға болады, кешегі ана мен баланы қосуға болады, бәрін қосуға болады. Бірақ біз академияға оқыдық, оның барлығын сыйдыруымыз мүмкін болмады. Сондықтан біз газет арқылы осыны шештік. Келесі жолы қосуға барынша тырысамыз. Осы спектакльде өзіңізге ең ұнаған топ актер. Барлық актерлар топ, барлық қыз жігіттер қолынан келгенін жасады қойылымда. Энергиясын шашты, денсаулығын құрбан етті, уақытын кетірді деген сияқты. Барлығына ризамыз, ешқандай проблема жоқ. Бірақ егер де айту керек болатын болса, мен бір актрисаны айтқым келіп тұр, ол Зұлпхар Айтана деген қыз. Біріншіден, неге ол қызды түртіп айтып отырмын? Өйткені ол қыз спектакльдің ортасында көрермендердің залынан кіреді, қосылады. Барлық біздегі актерлар спектакльдің басынан ақылдасып бірге келеді ғой, енді байланысып дайындықпен. Ол қыз көрермен залынан кіреді, ойламаған жерден. Сосын спектакльдің ортасына кіріп, оқиғаға еніп, үлгеріп, өзінің оқиғасын ойнап болып сахнадан шығып келеді. Осы моментке ғана келеді ол қыз. Мен сахнаның артында отырған кезде ол үнемі осыны ойнап болып, менің қасыма келіп отырады. Сонда әр сеанста, әр репетициядан кейін мен ақырын қараймын, ол қыз үнемі еңкілдеп жылап отырады сахнаның артында. Біріншіден
оған спектакльдің ортасында кіріп соған аураға енген кездегі мынау сезімдері өте ауыр әсер етіп жатқанын байқаймын да мен. Қиын сол аураға кіріп кету, соны өзің жүрегіңе қабылдау, соны өзің ой елегінен өткізу өте қиын. Сондықтан спектакльде 2 сағат ойнап кеудесінде сезім болмаған актерлар да бар бұл спектакльде. Ал Айдана әр шыққан сайын өзінде ішіндегісін шығара алмай сондай жылап еңкілдеп отыратын кездерін көп көретім. Сондықтан осы қызға өте ауыр болды деп ойлаймын мен. Спектакльге кіріп ойнау. Мен де театрда ойнағым келеді, бірақ мамандығым психология, не істеуге болады? Театр бұл ұлтқа, дінге, бұл жынысқа, жасқа, мамандыққа қарамайды. Иә, әлбетте білім базасы болу керек, болсыз болмайды. Бірақ театрда бөлінбейді да бұл нәрсе. Ең басты менің айтқым келетін ол махаббат істеп жатқан нәрсеге және дисциплина. Осы нәрсеге де бар болатын болса, психологияда оқысаң да, филологияда оқысаң да, кескіндемеде оқысаң да, сенің қолыңнан келуі мүмкін ол нәрсе. Өйткені менің практикамда ондай нәрселер өте көп. Осы мамандықта оқып та ешқандай сахнада жетістікке жете алмай жүргендер бар, тек сөзден кейін де ғана жетістікке жетіп жүргендер көп қой. Басқа мамандықта оқып та ешкімнен кем емес ойнап жүрген ол қыздар да бар. Сондықтан бұл өмірдегі бас қатыратын проблема емес деп ойлаймын. Нөмірі 155 мектептен сәлем. Бізді апайымыз апарды, қатты ұнады, сіздерге сәттілік. Сіздерге де сәттілік, құрметті көрермендер. Спектакльге келгендеріңізге үлкен рахмет. Келесі маусымда бұл спектакль тағы да қойылса, баршаңыз күтеміз. Сот 99 спектакль жазған пікірлеріңізге рахмет. Келіп қолдағандарыңызға үлкен рахмет. Барша көрерменге ризамыз. Біз қолымыздан келгенін жасадық, барымызды салдық, барынша жеткізуге тырыстық. Ары қарап енді көрермен өздеріңізге тастадық. Барлық сәттілік сіздерге де.